Ассалаумағалейкум ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ферза Мырзаева. Кішкене үзілістен кейін қайта оралдым. Жай ғана оралған жоқпын, сіздерге керемет нәтижелі маскамен оралып тұрмын. Сельдерейден жасалынатын, бетті ағартатын, жұмсартатын, нәрлендіретін, ылғалдандыратын, оның тонын бір келке ететін, бетіңізді жылтыратып керемет нәтиже беретін маска жасап көрсетпекшімін. Сельдерей бізде 95% судан тұратын болғандықтан, оны ішсеңіз де өте пайдалы. Сонымен қатар бетіңізге маска қылып жағатын болсаңыз, керемет нәтиже алатын боламыз. Ең алдымен бұл масканы дайындау үшін біз сельдерейді ұсақтап алу керекпіз. Соковыжималкаға салып ұсақтайсыз ба? Негізі суын шығарып алған дұрыс. Осындай кофемолкаға салған едім, кішкене жақсылап ұсақтап берді болады сол маскаге. Одан бір ас қасық керек болады бізге сельдерейден, және де қаймақ қажет болады. Егер магазиннің қаймағы болса, 15-20% қаймақтарды қолдана берсеңіздер болады. Және де бізге лимон соғы қажет болады. Бір ас қасық қаймағымызды аламыз, оған бір ас қасық сельдерейді қосып араластырып, лимон соғын қосып араластырып аламыз да маскамызды дайындаймыз. Маскамыз дайын бір келкі болғаннан кейін оны әлбетте білегімізге немесе шынтағымызға жағып, 15 минут күтіп, аллергияның тестін анықтап аламыз. Сосын бетімізді тазартып алып, бірінші жақсылап умывалкамен жуып, тоникпен сүртіп аламыз да, осы масканы бетімізге жағып, 15-20 минуттай жатамыз. Жатқан дұрыс ханымдар, масканы жақып болғаннан кейін. Одан кейін бетімізді жылы сумен жуып, артынан крем жағып қоямыз. Бұл масканы аптада 1 рет, 2 рет жасаңыздар болады. Өте керемет нәтиже береді, беттеріңізді ылғалдандырып, тамаша қылып қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер ханымдар.